Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж. Бүгін бізде мына бір Ниссанның жалғасы. Ең болмағанда мына бір крилоны алып берші деп едік. Қазір оған ақша жоқ деп қиналып отыр. Өзінің нұржынаға мәйтеуір шығарып жатыр, тоқпақтап біраз келтірді. Мына жерлер вообще теп-тегіс болып кеткен болатын. Шпаглевкасын бәрін түсіріп тастап, жұқалап шпаглевка жағып жатыр. Мына темірлері көрініп тұр. Капотта да осындай жағдай. Енді мына жақта порог бізде бетіне қара пластмасс іліп тұрады. Онда ұстайтын ештеңесі жоқ. Шуруппен крылоға мынандай жерлеріне қатырып тастаған. Мүмкін енді аяқ жағында осыны алып беруі мүмкін, алып бере алса. Болмаса онда алдын қалай тұрды, шуруппен солай қатырып тастаймыз. Бұйырса грунтовкасын шашып шукілеп, скотчтарын бәрін жауып қойдық. Капотты алып қойдық, отдельный боямыз, оның іш жағында бояу керек. Краски дайын, құдай қаласа қазір красканы бастаймыз. Бір слой шашып қойдық. Пока нормальный, жылтырда жаман емес. Пачок жоқ. Мына крилоны айтпақшы, сонша күн нұржынағам жүріп әдемілеп шығарып еді. Грунтовка жақындап қалған кезде басқа крило алайық деп ақша таптым деп хабарласып отыр. Енді сонша жұмысты босқа кетіре алмаймыз деп алмадық, өзінің крилосы. Мына жақта енді мүмкіндігінше терезелерін алып тастадық. Мына жақтарында замоктарында бәрін алдық. Мына жақта тек мына бір резинаның астына тұратын заглёбка бір пластиктерін алмадық, еріндік осыны алуға. Мына жағы бәрі алып тұр, мына жағында бірақ мына біреу алмай қойды. Скотчпен жаптық, мына біреу алмады. Осы екеуі ғана алынбаған, басқа бәрі замоктар шешіліп тұр міне. Порогын алайын десе табылмай жатқан екен. Өзінің порогын енді тесіктерін жамап, шуруппен тесіп тастай берген. Осылардың бәрін жамап, нерде сынығы бар, міне осыларды жамап, кішкене майысқан жерлерін сәл-сәл түзеп, красканы шашып, шуруппен қатырып тастаймыз. Пайкмен былай жамалып жатыр. Шуруппен қатырылып тұрған негізі міне, мына жерлеріне тесіктер бар міне. Негізі порогтың жағдайы қатты нашар, ұстайтын құлақтары жоқ, мына жерлерін кесіп тастаған, ас жақтарын. Қатты көңіл бөлмейміз. Тесіктерін жамап, кішкене сәл формасын келтіріп, красканы шашып, орнына әлдіріп қоямыз. Бұйырса жинап біттік. Крилодағы повторительмен алдындағы решеткасын алып келу керек, соны салып береміз. Жалпы 3 литр акрил краска алдық. Содан 300 мг артылды. Краскаде косяк жоқ, пачок жоқ, жылтыры жаман емес, полировка жасалған жоқ. Жалпы ұзақ уақыт жұмыс жасалды. Өйткені көп бөлшектері жасауға жарамайтындай болатын. Соның бәрін қалпына келтірдік. Иесі сатып алып беруге мүмкіншілігі болмады. Жалпы алдыңғы видеода көрген болсаңыздар, мына бамперлер шуруппен сыртынан қатып тұрған болатын. Саусақ сиятындай ашық еді. Мына жердегі шовтардың бәрі бір жағында бар, бір жағында жоқ еді. Мына крило жарамайтын еді. Бампері вообще жарамайтын. Мына жерлерін әйтеуір шуруппен, ішінен сыммен тартқызып қойдық. Фарасында құлақтары жоқ. Мына жерден бүйтіп көрініп тұр ма? Осындай темірлермен қатырып қойды. Капоттың да біраз жеріне шпаглевка жағылды. Порогтар да жарамайды. Мына бамперде, артқы бамперде жарамайды, өйткені мына жерде бүйтіп ұстап тұратын пластмастары жоқ еді. Осының бәрі шуруппен ілдірдік, енді басқа амал жоқ. Багажниктің де келуі қиын болды. Шофтары вообще мынау бұрышта тұратын шоф екен. Крило не үстінде тұрмайды, не ішінде тұрмайды. Бұрышқа қалдыру керек екен шофты. Сосын мына багажниктің астық жағынан удар болған ғой деймін. Сол кезде астық жағы ішке қарай кірген, барынша керіп аштық. Алдыңғысымен вообще салыстыруға келмейді. Ішкі жақтары вообще жаман болып жатыр еді, қазір ішкі жағын көрсетейін. Мына ішкі жағы. Жалпы мына жерлері жаман болып жатқан. 2-3 краска үстіне ұрылып кеткен. Алдынан соқ қойған кезде дұрыс шықпай қалған, сәл ішкі жақта тұрған екен. Сыртқа қарай шығардық. Қазірдің өзінде идеал емес, бірақ алдыңғысынан кәдімгідей жақсы болып қалды. Ішкі жағы да боялды міне. Мына резиналардың краскілері кетірілді. Краска шашылып, мына жерлердің бәрі аппақ болып жатқан болатын. Проемдар әдеттегідей шешілетін бәрін шештік мына жақта. Мына жерде енді сәл ағарып тұр, но алдынан қалған краскасын кетіре алмадық. Жалпы бәрі өз орнында, қалай болу керек солай тұр.
болттарда тіптіме жерге краска шашылмаған сияқты. Мына жақта да сондай. Жалпы осылай. Алдыңғы видеоны көрген болсаңыздар, мына жерде мына есік шығып тұрған болатын, 1 сантиметрдей почти. Біраз кіргіздік, топсасы майысып кеткен екен, топсасын түзедік, бірақ әлде кішкене шығып тұр, бірақ бұдан ары қарай барған жоқ уже. Осы видеоның аяқ жағына алдыңғы видеоның тікелей сілтемесін қалдырам, салыстырып көрсеңіздер болады. Капоттың ішкі жағында трещина алып жатқан краскасын бәрін түсіріп тастадық. Әдемілеп краскасын шашып қойдық. Мына жақта телевизор тат басып кеткен болатын. Бәрін әдемілеп шкуклеп, краскілеп қойдық. Мына пластмассты қараға боядық. Айтпақшы, бағана фардың мына құлақтары жоқ. Мына жерде құлағы болу керек, ол да жоқ. Бүгінге осымен аяқтайық. Видеоны лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.